Электрондық сауда тауарларын кедендік декларациялау енгізіледі. Мұндай жаңашылдық Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына енгізілетін өзгерістерге сәйкес жарияланып отыр. Құжаттың нендей пайдасы бар? Бұл сұраққа сала маманы жауап берді. Бұл декларацияның енгізудің негізгі мақсаты электрондық сауда тауарларын кедендік декларациялау процестерін жеңілдету және автоматтандыру, кедендік операцияларды орындау уақытын қысқарту, сондай-ақ кеден әкімшілерінің ашықтығы мен тиімділігін арттыру. Электрондық сауда тауарларына арналған декларация функционалы кеден ақпараттық жүйесінде орналасқан. Оны қолдану 2026 жылғы 1 шілдеден бастап жүзеге асырылатын болады. Осыны енгізу сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға, электрондық сауда операторларына, логистикалық және курьерлік компанияларға қағаз құжат айналымын барынша азайта отырып, тауарларды кедендік рәсімдеуді электрондық форматта жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Айта кету керек, декларациялау электрондық сауданың дамуына қолайлы жағдай жасауға, халықаралық пошта жөнелтілімдері мен экспресс жүктерді өңдеуді жеделдетуге, сондай-ақ бизнес пен кеден органдары арасындағы өзара іс-қимыл сапасын арттыруға ықпал етеді. Байболат Бектемірұлы, Жеңіс Ережеп, МТРК.